Өңірде Жасыл ел еңбек жасағының 21 маусымы ашылды. Ілкімді шараға әкімдік өкілдері және Жасыл ел жасағына қабылданған 100-ден жас қатысты. Биылғы еңбек маусымында облыс бойынша 700-ге жуық жас азамат жұмыспен қамтылмақ. Жасыл ел еліміздегі экологиялық мәдениетті қалыптастырып, жастарды еңбекке баулайтын бірегей жоба. Облыс бойынша 700 жас азамат жұмыспен қамтылады. Жезқазған мен Сәтпаев қалаларынан 150, Қаражал қаласынан 165, Ұлытау ауданынан 90, Жаңарқа ауданынан 70 жас бар. Барлық қатысушыға арнайы үлгідегі киім үлестірілген. Жалпы бүгінгі таңда бұлар бізде осы облысымыздың төңірегінде әрбір өңірде, әрбір қалаларда осының қаланың көгалдандыру жұмыстарына бірінші кезекте мынау таза Қазақстан экологиялық акцияларға қатысатын болады. Өтініш білдіргендер көп болды. Біздің түсінгеніміз бойынша келер жылда біз бұның санын әлде де арттыратын боламыз. Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының маусымдық бағдарламасы бүгінде еліміздің барлық өңірлерінде жүзеге асырылуда. 14 пен 35 жас аралығындағы жастар жазғы демалыста еңбекке араласып, қосымша табыс табуға мүмкіндік алады. Бұл бастама оларды табиғатты қорғауға, туған жерге жанашырлықпен қарауға баулып, еңбекке деген жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді. Мен осы Жасыл елге бірінші қатысуым. Мен осы жазғы демалыстарымды бостамас өткізбей, елімді тазалау үшін осы жұмысқа тұрып жатырмын. Мен осы өзімнің командамен, қасымдағы адамдармен тіл табысып кеттім. Және де осы елімізді тазалау ол әр адамның міндеті деп ойлаймын. Жасақ құрамында жұмыс істейтін жастардың айлық жалақысы шамамен 85 мыңнан 90 мың теңгеге дейін белгіленген. Ал олардың бос уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін аталмыш жоба 2005 жылдан бері табысты түрде жүзеге асып келеді. Айдана Базарбайқызы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.